Әлсіз, қолынан түк келмейтін жігіттердің 5 белгісі. Қыздар, сақтап алыңыздар. Менің атым Ильяс Амирзинов. Егер сізге бизнес және психология қызықты болса, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Әлсіз, қолынан түк келмейтін жігіттің бірінші белгісі. Ол елдің жетістігін көре алмай, жамандайтын болса. Мысалы, өзінің қолынан түк келмейді, бірақ мемлекеттің басқаруына ақыл айтып отыратын болса, немесе жетістікке жеткен адамдардың артынан жамандап, оларды көре алмайтын болса. Екінші, ол көп сылтау айтатын болса. Мысалға, қандай да бір мәселені шешу керек болса, оны шешпеудің 1000 түрлі сылтауын айтып табатын болады. Үшіншісі, өткен өмірмен өмір сүретін болса. Мысалға, бұрын жібере алған мүмкіндіктерін айтып, немесе бұрынғы обидаларын айтып, сіздің миыңызды шірте беретін болса. Төртінші, жауапкершілігі мүлдем жоқ болса. Жауапкершілігі жоқ адам, ол сізді де асырай алмайды, ешқандай да жауапкершілік көтере алмайды. Ондай адамды қалай білуге болады? Мысалы, оған қарыз берсең, уақытысында қайтармайтын болады. Ерме жігіттер, ешқандай да фактыға сүйенбей, елдің айтқанымен кете беретін болса. Қыздар, бұндай жігіттер сіздің өмірлеріңізде кездесті ме? Және қандай жағдайлар болды? Комментарийға жазып кетіңіздер.